мінез үштіқа, тарих болып жырланған, жасасын біздің Дөйтұқа. Мен қазақпын, алты алаш үш жүзім, кіші жүзбін, алау батыр алшынмын. Мен жемекей төрт құбылам, тең болған тоқа, көнек аспан менен бозғылмын. Біз жемекей көнектер, досқа ашық есіктер, кеудедегі жалын от, мәңгі соғар жүректер. Біздікіндер десеңдер, қыдырын бет көпсектер, екі көнек ел болып, баба жолын өрнектер. Мен қазақпын, алты алаш үш жүзім, кіші жүзбін, алау батыр алшынмын. Мен жемекей төрт құбылам, тең болған тоқа, көнек аспан менен бозғылмын. Біз жемекей аспанбыз, тарихымызбен тасқанбыз, алашым деп әлемге әнмен жырды шашқанбыз. Есімбек бақты мәмбетпіз, анда сейтқылшан қойыппыз, алты аспан аталып, дұшпандарды жойыппыз. Мен қазақпын, алты алаш үш жүзім, кіші жүзбін, алау батыр алшынмын. Мен жемекей төрт құбылам, тең болған тоқа. Біз сахна төрінен Айболат Көшкенбаев, Мұғажар ауданында елдігімді ерлігім жырлаймын облыстық ақындар айтысының бас жүлдесі. Қолдаудан өткен Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 30 жылдығындағы ұлт азаттық көтерілісінің қозғаушысы халық батыры Исатай Тайманұлының 230 жылдығына орай ұйымдастырған тәуелсіздік бәрінен қымбат атты ақындардың бас жүлдесі Айболат Көшкенбаев ақындарымызға қошеметтеп қойыңыздар. Екінші кезекте Елшат Әуесхан жас ақын, бірнеше облыстық республикалық айтыстардың жеңімпазы Бейбіт Жәнібек Рашидұлы қошеметтеріңізбен қарсы алыңыздар. Қызылорда облысы Арал ауданында дүниеге келген, Новый орта мектебін тамамдаған, қазір әдебиет пәні мұғалімі. Бүгінгі орталарыңызға жас ақындардың көшін бастап, жас ақындардың мінекей осындай ісіне басы қасында бас көз болып жүретін елдің азаматтары мен азаматшалары бар. Марат Ахмет, отырған өткен республикалық айтыстың бас бәйгеге Қазақстан Республикасы мәдениет саласының үздігі ақтаңгер айтыс. Марат Ахмет. Ақынбыз ақиқат деп айқаяқы ой толғаған, жорғамыз жолға түссе қайқаңдаған, алдымен арма дедім ырғыз жұрты, бабасына ас беріп той тойлаған. Қостаңбалы шөмекей барма дедім, белгісі де ерекше жайтаңбадан. Әудеші көне тоқа аспан бозғыл, атасын айтқан кезде айқайлаған. Аймыныңды асырып бір кетейін, намысың найзағайдай жалт ойнаған. Батырлардың ұрпағы аман бекен, жонынан шоқпар десе шайқалмаған. Дөйтте бұрандаған шөмекейдің, тәйттеп ешкім бетін қайтармаған. Жауын жаумай қайыр жоқ жаздандағы, сырын ұқпай пайда жоқ саздандағы. Баба өлген мен батырлық өлгені жоқ, алтының да аршиын қазбаңдағы. Балқыдан хан ай жарқын қанайылы, ерлігі естелік боп маздау дәлі. Айтқұл тоқа Түменбай Тәкенұлы, Құдайдың маңдайыңа жазған баға. Әлкей тоқа Әйменұлы Сыдық батыр, сардар боп топ алдында озғандағы. Қалақ тоқа Исатай сатып алды, кеңесші боп рух сөздеріне да. Және тағы 2500 адам ойлаған емес қой өз қамдары. Зеңбіректің аузына тығын болған, зеңбіректің аузына тығын болған, оттышар өртесе де қозғалмады.
мына біздің сүріп жатқан шүкір заман, солардың жылап күткен армандары. Адамның қанына өсер бір ағаш бар, тораңғы деп оған ат қойған бәрі. Қанды қаса өткеннің белгісіндей, ордаңда жайқалып өсіп тұр ғой ордаң дәні. Әруағымнан айналдым аталар-ай, алашына болалған қорған бәрі. Кертөбенің басында қанын төгіп, тораңғыға айналған әжандар-ай, қаяқа. Жармола жәрмеңкесі осында өтіп, ел-елден саудагерлер бас ұрыпты. Николайдың заманында терилеу заводы да ашылыпты. Ағайын бірден айтсам таң қаларсың, бұл дерек мақала боп басылыпты. Теріні Америка сатып алып, көлік жасап пайдаға асырыпты. Көп болған бұл дарада жайттар көкем, әр жағын айтпасам ба айтсам бекен. Қайыстай құрдасыммен кезіккенде, осыны әзілетсем айттар мекен. Терилеп теміреткен елге келіп, көңіліңді қалжыңмен байтсам бекен. Елшаттың да терісін сыпырып ап, айтыстан көлік мініп қайтсам бекен. Ай қаяғы. Ал досым жолықтың ғой қолға міне, бұл Елшат Ақтөбенің ордалылы. Бақуын секілді дін ұстаған, бойында бар тақуа молдалығы. Сейсенбіде қолына домбыра алса, жұмада тоқтатасың зорғамыны. Өйткені шабыт келіп шыдатпаған, ақындық жүйткіген жорға жыры. Сенбі мен жексенбінің таң атқанда, келгелдеп шақырады тойда бұны. Қысқасы 8 қырлы балаң болса, ағайын қол талғанша қолда бұны. Тоқа болып тумады дегенсеңіз, бұл жұртымның ешкімге жоқ жазғай қаяғы. Дүйім жоқ рас бәйгені қалағанда, мен де бүгін бір көсіліп шабайыншы. Ақының жақсы өлеңге жарағанда, топтан шығып шабайын мен де бүгін. Топтан шыққан тоқалық аламанда уай. Ау балаңен белін бекем буып келген, тоғаға кірмей тұғын суық термен. Бар айыбы тоқабы туылмат деп, Айболаттың аузы сонша уып келген. Мен ағайын бұл мекенге жат емесем, әр баласы тоқаның текті боптыр, шаңыраққа арасында уық керген. Менің әжем Жайсаңбайдың қыз еді ғой, сүйгенінің қадірін ұғып келген. Тоқаның текті қызы 4 қараға 12 рас сәбиді туып берген. Ақының иет келсе ұлтқа басын, білетін ақын едім жұрт бағасын. Жиын шарың алдыңа келіп қалды, Айболаттай ақын мен жұптағасын. Бір көсіліп көрейін алдарыңда, күндей көліп аспаннан бұлт қарасын. Текті жерге дәл бүгін тиді балаң, ақының шын көсілсін, тоқтамасын. Терімді дәл бүгін сен сыпырмассың, бұл сөзіме жадырап дөп қарасын. Тойларың құтты болсын тоқаларым, ақындардың білетін нақпағасын. Жайсаңбайдай жайсаң жұрт аманбысың, ассалаумағалейкум түп нағашым ай. Құрдасым мен ағайын жұп болғанда, бұл күнді баппен қатар бақ келеді. Терімді сыпырамды мұнау менің, бұл сөзің қажет емес нақ керегі. Тоқаның текті жұрты шапалақпен шабыт беріп, шабам деген ақынға ат береді. Көсілгенде Айболаттай балаларың, дәл бүгін ел көңілін табаламын. Ұзағынан кетпейін менде бүгін 15 минут айтысып шамаладың. Айтпақшы бұл жақында үйленіп ет,
осылай өлең жырды дараладым. Бұл мен бұны адал доспа деп жүргенде, амал дос деп расында бағаладым. Ақынына ат беретін елге келіп, нағашылардың алдында табаладың. Бұл жақында отау құрған жігіт еді, білемін той құтты болсын деп дүйім жұрттың қошемет соғаларын. Сол келіннің бетін ағайын өзім ашып, жігіт едім жақсылыққа жарағаным, көрінді жақсылыққа жарағаным. Түскен көрімдікті де өзі алып, ел алдында расынап табаладың. Одан кейін үйіңе бір шақырмай, келін қолына шай беруге жарамадың. Ал бүгінде терің сыбырап деп отырсың, түсінбеймін бүгінгінің балаларың. Шапалақты беретін елге келіп, елдің желіне шапан жауып кетуге де жарамадың. Беташарда көмегім демеп бедің, не айтқың келіп отыр бұны менен? Қызық қой бүгінгінің молдалары өзгеріп сала берер түбі менен. Елшатай бұндай сөздер жараспайды, дұрыс сақал таққандың ба шыныменен? Тоқалар мына бізді талақ кетпес, басыма таспен кіріп шқалақ кетпес. Нағашы деп айлаға салғаныңмен ұруға бөлініп тарап кетпес. Мен бұл жердің құрметті қонағымын, кім көрінген адамға балап кетпес. Өзіңдей жаман жиен ренжіп деп, келіп тұрған қонағын сабақ кетпес. Сөйлейтін жалпы ортада шаман болсын, жағатын жақсыларға баған болсын. Атасын асқақтатып асты берген, бәрінен тоқаларым аман болсын. Елшат, сен тоқаларды мақтағансың, мақтағанда тіпті дамыл таппағансың. Көмек қылып артынан сұрап отсың, бірақ та тоқаларға тартпағансың. Айтатын осы ортада өлең беді, әрісіміз ағайын ерен беді. Бізге де айтыс шарты тақалған ғой, демеңдер бұл балаңды осал жан ғой. Несіне шапан сұрап жылап отсың, үстіңде киіп отқан шапан бар ғой. Оны да мына бұл жердегі халық көрер, сөзіңіз көп ортаға жарық берер. Тоқалар шыныменен нағашың болса, айтыстан соң бір шапан алып берер. Бір қалыпта тұрмаушы ек сөзіне ме, елу түрлі аңыз айтар елім еді. Дүйсенбі Ахун мешіті жайында да талай-талай әңгіме өріледі. Сол мешіт есігіне бір деректе қос бері байланыпты делінеді. Күзетші ұйықтап кетіп қараусыз да төбеге көк құс болып ұшқан көрінеді. Құдайым сөз салғанда таңдайымызға, әңгіменің әрсін аңдаймыз ба? Тарихты тірілтеміз деп отырсақ, аңыздың терегіне бармаймыз ба? Ел болып сол мешітті жөндеп түзеп, бабаның жолын қайта жалғаймыз ба? Мешітте иесіз болып тұрмау керек, менде мұндай план бар, қабылдаймыз ба? Әруаққа күнде Құран оқып тұрар, жиендерді жұмысқа салмаймыз ба? Шапаны мен ақшасын қосып беріп, Елшатты иман қылып алмаймыз ба? Аллаға алақаным жайылғасын, ақының жақсы өлеңді пайымдасын. Молда емес ақын болып шыққаннан соң, ақының елдің жайын уайымдасын. Ай болат неменені айтып кеттің, сөзіңнің
түсінбеді қайырмасын. Сол дүйсенбідей мешіттен аққу ұшып, қанаттары әулиеге жайылғасын. Мен ағайын бір ауылда ұстаз едім, еңбек етер. Еңбек еткен жайымды елім біледі. Жайсаңбайдай ауылға шама келсе ұстаз болып, талай шәкірттің қуанышын көргім келеді. Сәмен менен Сыдықтай батырларға, болашақ батырларға дұрыс жолды рас нұсқап бергім келеді. Жұмахан Шалтақбайдай текті шыққан бұл мекеннен майорлардың талайын көргім келеді. Алла бергендей әншілерді тағып аптап, шуақ болып бұл мекенге енгім келеді. Рақымжандай журналист ағалардың ізін жалғар, балаларға білімді бергім келеді. Осылай маңдай терім сіңгеннен соң, бабалаша топыраққа енгім келеді. Командасын ертетін әкімдердей артынан ертіп жүрет жамағатын айқайға. Ақында төр ортада ойнақсалар, әрбір айтқан сөздерін ойлапталар. Көзіңді аққу келіп алмасын деп, отыр ғой әрбір сөзбен қайрақта қал. Мынау қандай тоқаның жиені екен, киесін қонағына айдапсалар. Өлеңді сүйеді ғой бір бұлақ төбем, демеймін сіздің ауылды жырақ көрем. Бұл ауылға келуден мен қашпаймын, бұны да бір ерекше сынақ көрем. Бұл елде армандайын ағалар бар, ұзақ қылсын жаратқан өмір жасын. Бұйыртса осы ауылға спорт салсап, дайындасын жастардың, ашса екен жастардың жалын жасын. Бабалардың ізін жалғап арман ағам, балалардың арманын орындасын. Кейде болмайтынды қиялдаймын, қиялдап өз-өзіме сия алмаймын. Ассалаумағалейкум шөмекейлер, мен сендерді мақтауға ұялмаймын. Ел жаманы шөмекей дейді қазақ, ет жаманы көмекей дейді қазақ. Мен сіздерді бірақ жаман дей алмаймын. Тауысты талай әнмен жырлар шыққан, көмекей ет жаманы дей алмаймын. Намысты Орынбайдай ұлдар шыққан, шөмекей ел жаманы дей алмаймын. Өлеңменен атырып абаттаңды, жырға қосып жүрушек әрақтаңды. Айбырмай тоқаларым мықты екен ғой, сауықпенен өткізген сағаттарды. Ар жағында ақшанған үйлер тұр ғой, сіздерге жеткізейін барақтарды. Ортада балуандар күресуде, олар жайлы ойымда парақталды. Ал енді ақындар да шығып жатыр, көмейден өлеңменен ән ақтарды. Мен сіздерге япырмай таңғалумен, барлығыңа аузым ашылып қарап қалды. Аузымның ашылғаны соншалықты, жағым айырылып кетуге сәлақ қалды. Екі бірдей ақын шықты алдарыңда, ағайын биік екен талғамыңда. Айбатқа баста демем бастамады, бұл сенің расың ба, жалғаның ба? Айтысты өзің басты деп қашты ғой, қорқақтығы бар екен балдарыңда. Неменеге қорқасың сөз бастаудан? Ән бастау айып бекен арламуға, топ бастаған тоқалардың тойына кеп, сөз бастауға жарамай қалғаның ба? Ай несіне сөз бастаудан ұяламын,
Қолыma домбыраны жиyaламын. Сөз бастаудан қашқаным емес қой бұл. Жәнібек ау қонақты сыйлағаным, игап ау сыйлағаным. Ассалаумағалейкум ырыс делім. Есен сау аман бұсың тегіс тегің. Аман ба сақалды қарттай жаулық тәжем, көрбіткен 300-мен өрістерім. Аман ба аға жеңгем осындағы, байлығым сарқылмайтын кеніштерім. Аман ба апа жездем осындағы, өлеген қуанышқа еліштерін. Аман ба інім менен қарындастар, жайқалған бақшадағы жемістерім. Аман ба дөйт тоқаның ұрпақтары, жібер тентіретіп тебіскенін. Сақтығы сауысқанның сақтығындай, пәктігі қанатындай періштенің. Ақұдай шіркін өтеді-ай бір күн сағатта, миллион сомды ойыны күлкі. Қалана күләйлі дөйті қалар қайда. Ай түріне жайсаңбайдың жайланайын, ақындық ниетіме сай олайын. 300-дің басын қосып тойғып жатқан тоқаның ұшылынан айналайын. Игап айналайын. Ай ел барда ақ бейілмен сыйын берер, мен емес топтан қалып кейін келер. Шешенде сөйлей бәдік болар, қызыл тіл сөйлей сүйерленер. Мына бізге айтылған мына бір сөз, оқысаң әйтекедей бейімдегір. Азынаған айғырдай үйірде көр, саңқылдаған еркекті жиында көр. Игап жиында көр. Ай ақындар айтпайды ғой жаттан өлең, қалың ойдан алайын саптап өлең. Жәнібектей ағамды білемін ғой, талай жерді шаңдатып шапқан өлең. Сантодада білеміз топты жарып, кеудеге алтын алға таққан өлең. Мықтымен дегендермен топқа түсіп, сырмақтай шаңын сілкіп қаққан өлең. Бүгін міне менімен жұпталыпсың, түлкідей түсірейін қақпаныммен. Жаныңа майдай жағып барадым ма, бауыздап отырғаным мақтаменен. Игап мақтаменен. Сөз берсем сыйлағаным деп қояды, ағайын осы жерде ойда қалдым. Арғызға келгеніме 2 күн болды. Біреуін білдірмедің жай хабардың, тым болмаса келмедің сәлем беріп. Інім ау неге сонша майдаландың? Егерде сен сыйлағыш болып жатсаң, Айбатжан 2 күн бойы қайда қалдың? Демегін мені босқа табаладың. Әрине азаматсың аналарың, қайта Орынбай ағамызға рахмет. Қатты сыйлайды екен ғой бабаларын. Киіз үйге шақырып тамақ берді, айтысатын Алаштың балаларын.
Ал менің қарсыласым Айбат болса, сен маған адам деп те қарамадың. Қайта мен саған звондап ем, телефоның өшіп тұр, аламадым. Сыйладым деп айтасың ғой, әрине келгеннен соң соған әлің. Қонаққа қой соятын қазақ едік, сен бірақ басқашалау бағаладың. Қонақ қой сойып бергендігің бұлай тұрсын, қоян сойып беруге жарамадың. Әгигәгім, ақындар бұл айтыстан ата қалды, әриде шапан алды. Ендеше тоқаларды мен айтайын, жүрегінде маздатып оталауды. Кезінде орыстармен соғысқанда орыстың талайларын матап алды. Саны аз болса дағы берілместен сескенбей жүргізген ғой топалаңды. Ал қазір Украинада соғыс болып, ол орыс қайтағылдау тапағанды. Барлығы Ресейден қасып жатыр, борыштарын өтемей отан алды. Орысқа қайта одан боламыз ау, ағайын бекітпесек шекараңды. Мен айтатын көкелерге ұсыныс бар, борышты өтейікші отан алды. Орыс түгіл шыбында кірмесе де шекараға қойса егер тоқаларды. Ағайынның барлығы білікті ғой, шетінен жілікті ғой. Айбырмай тоқаларым неткен мықты, барлығы болашақтан үмітті ғой. Өтебай Қанақиндай жазушың бар, олдағы басқалардан ұлықты ғой. Ал енді алда берген ән салғандар дауысы Азияға тұныпты ғой. Айдостай журналистің тағы да бар, мақаламен айтып жүрген жігітті ғой. Айбырмай айта берсең таусылмайтын, қызларың шеттерінен қылықты ғой, ұлдарың шеттерінен ұлықты ғой. Қазақта менмін деген мықтылардың тең жартысы тоқадан шығыпты ғой. Алланың түсіп бүгін сайқалауы, болсыншы сөздерімнен сайтан әрі. Шешензіген жігітті даудасына деп сенің тілдеріңнен ойтамады. Ал енді көрейікші бүгін сенің шабытың қалай ғана жайқалады. Екеуміз суырып салайықшы, сөгушіні тігуші қайтарады. Кім жегіп кім қалары Аллаға аян, орман кезіп кеткенмен ой турабы. Бүгін мен байқайынша Айбат сенің тіліңнен қаншалықты майтамады. Қатқақта жүйрік болғыш мәстектердің батпақта бар болмысы байқалады. Ай көңілің жайсаң байда о көктейді ма, Жәнібек маған қарсау беттейді ма, ол Айбат сыйламады оу деп қояды, байлардың сыйлағаны жетпейді ма, жетпейді ма. Ай келіп тұр, осы сәтті о пайдаланғым, мен дағы шын өнерге сайғаландым. Ақжаке білеміз ғой талай жерде, қолыңа домбыра алып тойға бардың. Ақанып мақсатпенен айтысқанда, қолыңа жігер сынды байрақ алдың. Ақтөбенің бар ауданын мақтап, ырғызды айтпай кетіп майдаландың.
келіп ырғызым ырғыз дейсің, ырғызды мақтар болсаң қайда қалдың? Қайда қалдың? Сүрінсең сөзден жақтан көр, сүрінсең сөзден жақтан көр. Алағайын қиқула, алдыңа келсем мақтауды. Ырғызым менің ырғызым, алаулап атып күн нұрай, манаурап таң атқан жер. Балығы тайдай тулаған, мыңғыртып малын баққан жер. Әрісінде қарасаң, ақсақ темір тоқтамыз, қалың дауылмен дұшпанын шаңдатып жүріп шапқан жер. Бөкенбай батыр жалауын шоқыға қадап қаққан жер. Ырғызым менің туылдырған, мың қалмаққа пара-пар, сәметте қайсар атпалдер. Осында туған білесіз, ол Абайдың бабасы, Ырғызбайдайын ақтаңгерім. Абырай атам ең алғаш білімнің шамын жаққан жер. Қолым бетіктей дарыны бәймен алманып шонанып, жүргеніп сынды қанымай, жұлдыздай жанып аққан жер. Тары жолдай қап кезінде ашаршылықтың көзінде, өте байқан ақинде жетім өскен балаңдау бауырына басып баққан жер. Үмбетбай байден Мейірхан, Серғали мен Рақымжан сияқты өңкей ақындай тар құрсағынан тапқан жер. Осында елім ырғыздың, осында елім ырғыздың, тілеуін тәңір қаққан жер. Ай кез қылып Жәнібектей оу табан дерді, жаныма сыйлайтұғын ағам келді. Адағым айға жетіп тұрмаса да көрсетейін өзімдік шамам деді. Басында Қайырханмен жұттап еді, жеребені одан соң саған берді. Екеуі де бірақта хан екен ғой, демеймін бұл бұсалды жаман белгі. Патшаларға айбатын көрсетсіндер, патшалардың барлығын маған берді. Маған берді. Ағайын қанық болды дерегіңе, байлардың сыйлағаны жетет дейді, бұл бала осылайша желеді ме? Ағаның сыйлағаны бір бөлек қой, інінің сыйлағаны ол да бөлек. Мәселенің баралсаң тереңіне, қонаққа сәлем беріп шай беруге, бауырым бай болудың керегіне. Әгигәгім, әгигәгім. Бұл бала тереңінен толғады ма? Тарихты айтып кетіп зарлады ма? Тарихты айтып кетіп зарлаған мен мәселенің бармады ар жағына. Арғызды мен мың рет мақтағанмын, Құдайдың аузыма сөз салғаны да. Білмесең неге жала жауып отсың, бауырым баралмастан ар жағына. Қайырхан мен басында жұп қылды деп сөзіңнің болмай тұр ғой салмағы да. Бауырым кіммен шықсаң бәрібір ғой, себебі сөздеріңде бармағына. Сен өйткені ырғыздың баласысың ғой, білетін талай-талай шаруаны да. Бауырым балықшыға бәрібір ғой, қандай балық түссе де қармағына. Әгигәгім, әгигәгім. Құдайым қуат берсе тіл жағымай, өтейін өздеріңді жырлабыдай. Тоқалар биылғы жыл ас беруде, сіздерге шын қарасып тұрмағыдай. Мыңдаған адамды да жиыпсыңдар, көш бастап келесіздер жылдағыдай. Әрине күрестағы, әрине ат жарыста болып өтті. Жүйріктерде қалыпты шыңдалыбай. Одан бөлек мінекей айтыс өтті. Ақындардың қандыңдар жұмбағын ай. Бұл күнде менмін деген
талай жерлер Жайсаңбайдың татымас тырнағын-ай, көруге көзім жетіп тұрғанымен мақтауға сөзім жетпей тұрғанын-ай. Талай жанның тағдыры бар, ақындардың ән жыры бар. Мына біздің Жайсаңбайда асфальт жолдан басқаның барлығы бар. Бостан қырлатпай шелек түбін, тоқаларды айтатын себеп бүгін. Ағайын осы менен қошаман бол, барлығына белгілі өжеттігін. Бауырым сенде аман есен болшы, кеудеңде басылмасын өретпінің. Бұйырса тоқалардың тойына кеп, айтармыз талай деректімін. Барлық ел мына сенен үйренсе екен, бабасын қалай сыйлау керектігін. Демеңдер мені босқа қапылуда, уақытты құр созып шатылуда. Тағы да бір шуақ айтам, ренжімеңдер. Келгеннен соң қаншама шақырымға, себебі тоқа дейтін батыр халық, білесіңдер батырын батылында. Талай орыстың басы кеткен осындағы тоқалардың тақымында. Тоқаның әрбір ұлы лайық қой, Тоқаевтың орнында отыруға. Бағал еткен сөйлеме бірақ бұлай маған өктем. Атағым айға жетіп тұрмаса да, сенен де зорларына шама жеткен. Жайсаңбайда асфальт жол жоқ деп айттың, қотыр жолды бұл бала қарап өткен. Сенен бұрын бұл жолдың жөнделуін облыс әкімі де талап еткен. Бірақ біздің әкімде іс қылуда жөн шығар оны дағы атап өткен. Қотыр жолға біз шіркін мән бермейміз, қатынасып жүрген соң самолетпен. Самолетпен ай болмайды күнде жиын жалпымындай, баяулатып алмайын қарқынымдай. Ырғыздың қай төріне барсаң дағы қошеметпен қарсалар халқымыдай. Тоқалар пейіліңнен айналайын, сезбеппін мен ешқашан салқыныңдай. Мен үшін тоқалардың құны түспес, байлардың жинап тыққан ақынындай. Сіздердей жанашыр жан таба алмаспын, айналып шарласам да алты қырдай. Қысқасы мен сендерді қатты сүйем, мені олай сүйетін қатынымдай. Мен байлардың үйін жағалаған, байдың үйін дейсің бе? Жағалаған, әрине жауап берер оған адам. Кім күтіп алса соның үйіне барам, осыншама кінәмшіл болам адам. Байларды жағаламай нағылайын, інілерім болмағасын. Ағалаған Жәнібектің шықты демен масқарасы, Тоқаның үлгі болсын бастамасы. Қашанғы самолетпен жүрет дейсің? Бауырым олай елге өкпеңді тастамашы. Бұл жерге асфальт жол салыну керек. Осыған өтірік демей рас қарасы. Себебі бауырым өзің білетіндей, Астана Қазақстанның астанасы, Жайсаңбай қазақтықтың астанасы. Ассалаумағалейкум, сәлем бердім аға жеңге, жезденмен апаларым. Ер Тоқаның ұрпақтары қайдасыңдар, күндік жерден көрсеткен жоталарын. Көптен бері ауданда айтыс болмай сахарада жүргендей қаталадым. Сіздерді көруге асықтым мен, сәлемін жеткізердей сахабаның. Тұлпарда дүбірдестіп тыпыршиды, мен қалай үйде тыныш жаталамын. Алағайын ендеше керек боптыр, шап деген қиқуыңмен шапалағың. 90 жылдық ас қылып жиын қылған тойларың құтты болсын тоқаларың.
Найсаңбай таусылмайтын берекемсің, тарихи мұралардың кен екенсің. Дүйсенбі Ахун менен Исатайдың мешіті бар дін қонған төр екенсің. Айжарқын мен Тоқада Сәмет батыр, батырлық пен байлықтың мөр екенсің. Сұңқарды қиябастан атып алған әйгілі Абаттайын ер екенсің. Ыстық атма бұлағың өз алдына, балтыры сыздағанға ем екенсің. Арғазамның торғайға құяр жері әрі қарай жалғасқан көл екенсің. Шөбінен шөккен түйе көрінбейтін, өресіне құт қонған бел екенсің. Қос бүйректей тауыңа жету үшін бүйректегі тасты атар жол екенсің. Қонақ келсе құт деген қазақпыз ғой, құрметімді көрсетіп қабылдаймын. Ортада Орынбайдай ағам отыр, деп отыр барлығында орындаймын. Мынаның әкесінің аты Орынбай еді, сәйкесін Қарасайшай фамилияңның. Қазылар қателесіп жүрмеңіздер, әділдігін. Қазылар қателесіп жүрмеңіздер, әділдігін бергенде жаңылмайдым. Бас жүлдені маған беріп жүрмеңіздер, баласы деп байқамай Орынбайдың. Айтыстай тұрған кезде айқаяқым жолындаймын, бұлтымның тапсырмасын орындаймын. Бісмілләңді бастадың бас жүлдеден, қонақпын деп мен әсте қорынбаймын. Орынбайдың баласы деп қалама деп, зәрезеп боп тұрып тау жолындаймын. Оданша осы тойға атсалысқан ерлігін айтпайсың ба Орынбайдың? Күн шарпып түскен кезде сағымайдың, тоқаларға құшағымды тағы жайдым. Түстен бұрын аламан бәйге өтті, тұлпарды қалай тұяқтан танымаймын. Палуандардың жарысы өтпекші ғой, жігерімді қалайша жанымаймын. Ақындардың айтысын жасап жатсың, қолдауымен ағайын ағыдайдың. Тоқалар қасиетіңнен айналайын, тойыңнан таппай тұрмын тарыдайдың. Тоқалардың мынау 90 жылы асынан кем болмай тұр Сағыбайдың айқаяғы. Сөйлейін саған деген іңкәріммен, шамамның жетісінше шырқадым мен. Шеттен келген бала деп шет қақпастан шет қағып тұрған жоқсың шынтағыңмен. Мына мені де қошаметтеп қолдап жатсың, кеудеме ағайын гүл тағымен. Тоқалар не деген жайсан қалық, сендерге айтайын іңкәріммен. Тең көсіліп шаттым ғой тұлпарыңмен, тең заңғасам деп тұрмын сұңқарыңмен. Сондықтан жүлдені анаған берет, мынаған берет деген сөзді айтпашы ұрпағыңмен. Тоқалар қасиетіңнен айналайын, басқаға табынбаған бір тәңірден. Елген жерге бөлместен ақындарын, әділеттің жыртысын жырта білген айқаяғы. Есіл ағам дегенде есіл ағам, қойға келсем қалайша тосыл алам. Орынбайдай ағаңды онда мен айтайын, ел қадірін түсінген есіл адам. Ұрпақтары да шетінен өнерлі екен, өнердегі емес екен көші жаман. Ақ еркедей қызы Болгариядан бірінші орын жүлденің басын аған. Орынбайға бұл болсам да қуанамын, атағы шетел жаққа шашыраған. Қазақты гүл мойындатқан Болгарияны, ақ еркеге аға болсам несі жаман айқаяғы. Қорландайын самға шерім, қор болып қалмайсың ғой қолда сенің. Ақындардың серігі домбыр еді, домбырам тектіліктің арнасы едің. Ал сен болсаң домбыраны дыңғырлатып, аспабын шығарып тұр сәлбесеңін. Құры жүрмей домбыра үйренсеңші, сен де бір тектілердің жалғасы едің. Сен түгілі Римнің папасы да аспабын жайды,
сөз айтты ойлас едім. Бұйырса домбыраны үйренем деп, домбырам қасиеттің арнасы едің. 90-дағы шалға қарағанда, сен жассың ғой, сен жастықтың арнасы едің. Римнің папасына қарағанда, болашағың емес пе алда сенің айқаяқы. Демеймін, баяулаймын, аялдаймын. Аямасам мен де бұған аянбаймын. Домбыра тарта алмайды екенмін деп бойдағы дарынымды жоя алмаймын. Домбыра тартып кететін шығармын деп домбырасын апшықтым қоянбайдың. Мүйізін шайқап отқан арқардайын, керіліп сөйлеп отқан тарқандайын. Домбыра тарта алмасам айып болмас, тақылдаса болды ғой балқандайым. Римнің папасы домбыраны айтты дейсің, мысалдың келтіресің әрқандайын. Жалаң қолмен қасқыр алған қазақпыз ғой, мен сені домбырасыз-ақ талқандайын. Жайсаң бай әсем екен үйлеріңіз, шамасы жақсау дейді күйлеріңіз. Қонысыңа құт бітіп өрісіңе, шаруамен күн кешкенсің түйгеніміз. Кеше мынау жолдан шаршап келдім дейді, әйтеуір үйдедіңіз, бүйдедіңіз. Өзінің айтуына қарағанда сыр беріп қалған екен бүйрегіміз. Бір-екі жылдың көлемінде білемін ғой, көп болған жоқсан бары үйлендіңіз. Қарасын бүйрегіңді емдетіп ал, істемей қалып жүрер кей жеріңіз. Үйіңде сені күтіп, сені бәйге әкелеме деп, отбасында жолына қарап отыр сүйгеніңіз. Жаны ұшырып келшенге барған кезде ұшпай қалып жүрмесін үйрегіңіз. Болмай туған жердің бөктерінде, болсам бар Қытай жақта кептерге. Тар заман, ата бабаң тар заманда көшкен шығар, оған бола артасың өкпегімге. Ата жұртты аңсаумен өткізген сол жақта 20 күзбен көктеміңде. 5 жыл бұрын отанға оралғаның қуаныш ұялат деп көп көңілде. Бірақ сен жалғыз өзің келіпсің ғой, қалғандарын шекара шектеді ме? Содан кейін үйленіп үй болыпсың, суретің тұр Инстаграм беттерінде. Көп ұзамай сәбилі болыпсың ғой. Сезіндіріп әкенің мектебінде, ел аузында жүрген ол емессің бе? Өтініш жасамадың ба бектеріне? Ата-ананың разылығын ала алмасаң құны жоқ Мединаның Меккеніңде. Қатының мен балаңа мәз-мейрам болып ата-анаңды қалдырып кеткеніңде. Қазақ болғалы не көрмедік, аман қалып келеміз соқпақтардан. Ата-анаңды Қытайдан алдырып ат деп жатырсың, ниетіңнен айналдым әппақ қарғам. Ата-анам да отанға көшті күзеп, қаратанға шаңырағын атпақ болған. Оған себеп 4-5 жылдай Қытай жақтан көшіміз білесің ғой тоқтап қалған. Ол жақта 3 миллиондай қазақ жатыр, тіл мен дінін жүрегінде жаттап талған. Миллиардтың ішінде жүрсе дағы, салт дәстүрін жоғалтпай сақтап қалған айқаяғы. Бұл бала алға келіп борандайды, ескі сөзден қалайша ой алмайды. Қытайдың жеріне ата-анаңды қалдырдың деп өтірік тарих неге ел алдайды? Біз келген іле Алтай, Тарбағатай, есі дұрыс қазақ үшін терең қайға. Үйсін сақ бабалардың тұстарында тамырын сол өңірге терең жайды. Ал кейін деп Қытайға отар болып қазағыма сыйладау шемен қайға. Шетте қалған қазақ жері олған емес, Ресейде Орынборда терең қайға. Өзбекте де бабам жүрген жерлер жатыр, біздікі деген олар сен алмайды. Қырғызда да бабамның жері жатыр, біздерге қайтарып бер алмайды.
Қолдан келсе туған жерді қайтарар ем, әттең шіркін қолымнан келе алмайды. Шекаралар отанды бөлгенменен, отанға деген жүректі бөле алмайды. Қазағым әлмисақтан ақылман ұлт, отан үшін отқа түскен батылданып, қолында қару жарақ болмаса да намыстың алауымен лапылдадық. Ұлымды құл қызымды күң етпеуге сарбаздарым тұрыпты сатымданып, қолда бары қалқан мен найза алып, білейм отқа қарсы сақылдадық. Қолда жауы күрекпен айыралып, жауына қарсы шапқан батылданып, жалаң қолмен аюды алқымдаған жүрегінің духы бар батыр халық. Тоқаларым ойласам мақтан шығар, ерлікпен келген мынау ақтан шығар. Ел үшін құрбан болған батырларға айтарым мадақпенен мақтау шығар. Бабаларын еске алған ағаларын жүректерін шынымен мақпал шығар. Ертедегі батырлықты еске салу ұрпақтың намысын наққамшылар. Өлі разы болмай тірі жарымайды, мұсылман Құран оқып қақтан сұрар. Біз тегін өлмектік те бар уақыттарда топырағынан бір аунап жатқан шығар. Туған елің өсіргесін саңлақ қылып, саханаға шығыпсың сарнап тұрып. Ауданыңда осы айтыс болса, өлеңдей жүресің бәйгат мініп. Сол айтыстың бас жүлдесін өзің алып, жерлестің абыройым балдақ қылып. Сырттан барып, бір жүлдеде әкелмепсің, ауданыңның абыройын байрақ қылып. Сонда да елің сенен үмітін бір үзбепті, түбінде танытар деп саңлақ қылып. Саған сенген қалқыңда аңқау екен, қара жерге отырғандай қармақ құрып. Болғанда өлең азық әнермегің, домбыра дыңғыр-дыңғыр бір түрлі мәнерлеуің. Елдің үмітін сен қашан ақтамақсың, мықтылығың болса егер дәлелдегін. Әй, бірақ сені мақтау керек, себебі мақтайтындай бар еңбегің. Сүйреп салған тазының түлкі алмасын, жылдар бойы айтсың мен дәлелдедің. Бұл бала бір бәлені бастады ғой, жалған жала жабумен жасады ғой, аспады ғой. Өзінің айтуынша облыстағы ақындардың ішіндегі асқады ғой. Негізі менің сыртқа шыққым келген, қорлан ондай істерден қашпады ғой. Марат Ахметов жезден команда құрып алып, қай жерде айтсатын соның жастары ғой. Қайда барсам, Мараттың ақындары қатсат деп бетімізді қайтарып тастады ғой. Соның біреуі самғар сен емессің бе, артық сөйлеп абыройды шашқаны ғой. Сондықтан да жаңа ғайбат екеумізді ауданнан басқа жерге қосылады ғой. Осындайда намысын ырғызымның қорғасам, соның өзі баста абырой. Киініп жүргенімен мәнді бұлар, әрқайсының әртүрлі тағдыры бар. Сұлу сөйлеп отқанмен бұл самғарың, бұның да біз білмейтін саңғыры бар. Отаныңда асыр салып сен жүргенде атаның анда сыртта жүр ғой, қаңғырып ал. Осыдан кейін үйге барда ұйқымды дұрыстап бауырым қандырып ал. Сыртқа шықпайсың деп маған айта бермей, сырттағы атанаңды алдырып ал. Қандайдан тәтті өлеңім татығанда, мәңдайдан тер шығардық сахынаңда. Бізге белген уақытта таяп қапты, қазылар алып отқан бақылауға. Самғар бауырым, осымен қошаман бол, бәйгеде шаба берсін атың алға. Айтыстан соң ауылда қалам десең, шаңырағыма қонақ қып шақырамда. Тарихи жерлерімді көрсетейін, бұндай кез келмейді ылғи қатынауға. Дүйсенбі мен Исатай мешітін көрсетейін, кеудемде иман дейтін саты барда. Тоқа Сәмет мазарына апарайын, бабаңа Құраныңды оқып алда.
Малайдардың көліне апарайын ауыңа балық түсіп жатыр дейді ғой, балық түсіп жатыр ауға. Жаманшың кратеріне барам десең, қасыма ер бұл сәттен қапы қалма. Мергендік өнеріңіз болса керде, сұңқарды қия бастап атып алда. Бөкен аулаймын деп желіксеңіз, ура келеді атан басқа қатын ауға. Бірақ бізде резерват бар, білесің ғой, аңқысыма айналған ақыранға. Кім гомақты жүлді алса, сол төлесін, ұсталып қалып жатсақ зопронға. Құдайға алақанын жайған қылсың, жауабын берсем түйсігін қайта айтады, бұл баланы қалайша ойландырсың. Қытайдан шекара жабық деп жатсам да, ойламға келмеді ау ойламды үшін. Көшеден ұзап шығып көрмегендер, көшудің қиындығын қайдан білсін. Ау Жайсаңбайдай ауылда тұрғансыңдар, ақынға алақанды ұрғансыңдар. Бұл мені қонақ қылам деп шақырды ғой. Сендер де шынайы бір жырдансыңдар, бірақ соңында өзіме төлетемдер. Осындай бұзақтарды құрғансыңдар. Сенің ауылдасың орынбайды білуші едім. Шынымен төгіліп тұрған нұрдансыңдар. Ол кісі асты үстімізге түсіп күтіп жатыр. Алақанды ол кісіге ұрғансыңдар. Бірі сығайбай, ал бірі жомартпай ау, қалайша бір ауылда туғансыңдар. Ау мен емес бұндай тойда шаппайтұғын, бұл едім ел үмітін ақтайтұғын. Қазақ болғалы не көрмедік, жотамызды ашты күнге қақтайтұғын. Жоңғарлармен соғыстық қанша ғасыр, ерлерім ел үмітін ақтайтұғын. Қытайлармен соғыстық қиуандармен батырларым алтын найза саптайтұғын. Одан кейін орыс деген бәле келді, бәленің үлкен осын ақтайтұғын. Ақтабан шұбырында аштық көрдік, жеуге бір түйірден таппайтұғын. Достанда, дұшпаннан да қастық көрдік, тарихқа керек боп тұр қаттайтұғын. Кенесарының басын қырғыз кесті, бір туған деп еледі мақтайтұғын. Тоқалар қасиетіңнен айналайын, тоқалар алтын кезді қын түбінде жатпайтұғын. Ұрпағының азат күні үшін намысын нанға бола сатпайтұғын. Жер бетін жет айланып келсең дағы қазақтай қайсар қалық таппайтұғын. Біз сияқты кімдер енді қырғын көрді, мен өзім көп ізденіп таппай тұрым. Мың өліп мың тірілген қазағым, сен аман бол. Отқа салса жанбайтұғын, суға салса батпайтұғын. Нұрпейіспенен жамбылдан асан қайғы боп күн кештем. Күй үстінде түс көріп, нарлардың белін қалдырған, жылпышынен қалдатып, жүйріктен міндім айбырдан. Тұлпарымның тұяғы киік беткен жеріне ошақтай орын қалдырған. Батырларымнан айналдым, ысқыртып жемес жау қуған. Ақындарыңнан айналдым, аумай сөйлейтін жаңбырдан. Әй бірақ менің қазағым, не көрмеген халықсың, қаубалқитып қайғыңнан. Таңдайымда ашаршылықтың дәмі бар, орыс қолымен болдырған. Елім айлап ән салып, алыстап кеттім аулымнан. Бабамның кердім сүйегін, Қаратаудың бауырынан. Азаттығым сен үшін алашордамды құлатып, қаймақтарымды алдырған. Қайраттарымды құрбан қып, ләззаттарымды тоңдырған. Ей азаттықтың жолында тоқаларда қанша болдырған. Еліме енді тілерім, халқымды сақта қаңғудан, рухымды сақта қалғудан, патшамды сақта алжудан. Еш қазақты жылатпай, көк байрағымды құлатпай, бақытың тусын алдыңнан айыр. Соңынан еріп керуеннің пешенемдегіні көргенмін. Жаратқан Алла, мен сенің жұмырда басты пендеңмін. Алладан кейін ағайын бір өзіңе сенгенмін. Ел алдына келгенде көрерде көзге көсеммін, айтарда сөзге шешенмін. Жөнімді менің сұрасаң, қыздары гүлдей жайнаған, ұлдары серттен таймаған. Қазандай тірлік қайнаған, қазақы бірлік қаймаған, Ақтөбе дейтін жердемін. Тегімді менің сұрасаң, абыл мен нұрым қашаған, өлеңнен мүсін жасаған. Досты күні дұшпанға тасатпайтын тасадан адай деген елдемін.
Әкемнің қызу қанындай, анамның әппақ сүтіндей, өлеңнің төсін емгенмін, өнердің көшен көргенмін. Ырғыздағы жұртыма, өлеңді жиып ұртыма, алып ұшып келгенмін. Тоқалардың тойына, өнерді жиып бойыма, сағынысып келгенмін. Ей, бағыма тілеулес ағайын, жаныма ләззат алайын, қошеметтеріңнен сендердің. Көз тартқан сонадайдан көрік туған, қыз едің белді өнерге берік болған. Қазиханның жұлдызы қасымдағы еліктей отыр бүгін еліп қырдан. Ақтөбеде айтулы ақын еді, домбыра мен қаламын серік қылған. Қарсы келсе қырғидай қиып түсір, желік пен немелерді желік болған. Ақтөбе облысының депутаты мінберлерде жөн сөйлеп, дөп сөйлеп жөнік тұрған. Өйткені бұл қыз еді шөмекейдің, намысы ешкем емес бөрік тұлдан. Әй, қиқулап қыздарыңды қарсы ал елім, төркіндеп тойларыңа келіп тұрған. Әй, халайық куә болсын тосын жайға, көнермекен жұлдыздай досың қайға. Бұл жерге жалғыз кетеге келін болдың ұлын сүйіп, жарасқан тау тұлғалы қошын бойға. Көргінге жалғыз өзің келіп тұрсың, батама жалғыз ішкен асың бойға. Күйеуіңді негертіп әкелмедің, еркексіз көңілдегі қошын қайда. Тоқалар той жасамас күн досындай, қайын жұртқа келіп бір шашылмай ма? Күйеу деген су тасып отын жарып, қазан ошақ басында отырмай ма? Атыменен күл тасып балдыздары еркелеп мойнына асылмай ма? Әй, не пайда сенің ондай күйеуіңнен, қызығын көрсетпесең осындайда. Мараттың 10 есекен шіренгені, жарымнан қызық іздеп тірелгені. Қазағым қызықты тек ұлдан күткен, ожағын бірақ мәкең білер меді. Өз басы қайын жұрттан шықпай жүрсе, әйелі екі аяғын шідерлеуі. Айтпақшы бұлдар қызға күйеу бала, әйтпесе бұл жақта көп жүрермеді. Күйеуім отан үшін қызметте жүр, бұл елге сіңер әлі мың еңбегі. Біз жақтан қандай көмек деп сұрап ем, тоқалар бәрі дұрыс түгел деді. Бастысы Маратпенен айтысқанда, аянбай аттың басын жібер деді. Үйдегі жан-жарыма рахмет айтты, сен құсап ілік іздеп шіренбеді. Қызметі сол емес пе қыздарыңды, түнермей төркініне жібергені айы. Ғарифолла мен Нұрболат, Саяттай көкелеріме ақ баталарын ел берсін. Айтыста шауып бәйге алсам, жұлдызға бүгін айналсам, ақын қып туған мені де шөмекей берім сендерсің. Армысың жайсаң байдай елді мекен, алдыңа ақындарың келді мекен. Тарихтан көз жіберсек бұл ырғыздың қойнауы тұнып тұрған ерлік екен. Сәметтей әруақты батыр шыққан, бісміллә деп басайын белді бекем. Қарадан қан боп шыққан балқай жарқын, қалағаны елінің елдік екен. Тоқалар көтеріліс жасаған жер, шежірен тұнып тұрған шерлі мекен. Өтебай Қанахиннің жырларындай, даласы қайсарлық пен өрлік екен. Алла берген ағамның әндеріндей, көңілі көрерменнің мөлдір екен. Жалғыз қыз боп
боп алдыңа шығып тұрсам, шөмекейлер үміт қып сенді мекен. Ер қызыңның ерлігін байқатайын, айқасқа буғаннан соң белді бекем. Еріңнің бірі болып тумасам да, елімнің туын көкте желбіретем ай. Барат айта берме әрне мені, жеңем деп отырсың ба әлде мені? Шаңыраққа қарап қой айналайын, шөмекей еліндесің бар бекені. Қазақ қызы намысың деген сөзді тоқалар жазылмаған заң көреді. Галашекем мал мүлкін алғанда да ақырын күтіп елім ләмдемеді. Ал енді әйел қызға қол салғанды болғалық өзіне ата жау көреді. Исатай мешітіне әйелдерін орыстар жинағанда дау боп еді. Мұхантайдай ахуыны бастап болды, дұшпанының көргені қан боп еді. Ал сен болсаң қызына соқтығысып, асқа кеп бастап отсың бар бәлені. Тоқалардан таяқ жеп кетіп жүрме, болғалы қорқақтықты ар көреді. Жаулықтырып тастаған батыр тоқа, жаулықтының ар үшін жан береді айы. Маратау соқтығыса бергеніңе айтсам деп терледің бе? Мінез бар шөмекейдің қыздарында, айбын бар шөмекейдің ерлерінде. Тойыма келгеннен соң көсілейін, біз келе бермейміз ғой елге күнде. Шөмекейдің қызынан жеңіліп қап, намыстан жарлам деп жергегім ме айы. Toyların kutlu olsun tokalarım. Tokalardım toyuna kelgen кезде söz tabalmay nesine kakalamın. Ol rasmin ırgızga kıyıvıdım, tösegemde kөгерткен batalarım. Amanattap kızını da algandan soң, ümitіңді alысқа aparamın. Ey kıyıvды қолдан келсе қолдап отыр, қызыңнан қымбат емес шапалағың. Дөңгеленіп, жарасар қызға қалып, ерге бөріп, күйеулерін сыйлаған пайғамбарша тоқалар кетпес мені жерге көн. Ел халықтың ығына тығылғанша кеудеңді шаппайсың ба желге керіп? Шалқайып шөмекейдің қызымын деп отырсың бір руды сен де бөліп. Руға бөлінгенің жараспайды, ұлттың сөзін сөйлейтін жерге келіп. Ай төркінге тегілген тегін келген, ештемең жоқ, алдырды бәрімізді теңге беріп. Шыққанда жұлдыздайын ақ көкеммен, ey Allah қадамыңды сәттедермен. Тоқалардың көтерген ауыр жүгін көтер алса атаммен ат көтерген. Қаймықпай жалаң қолмен қарыш таптың, орыста төнген кезде нақ төтенмен. Рухыңменен бірлігің болмағанда пана іздеп кетер медік жат мекеннен. Күшіңменен еңбектің арқасы ғой, бұл қазаққа қонбаған бақ бекерден. Ей тоқалар жеке бастың қамы емес, қазақтың ертеңі үшін бас көтерген. Қазақмыз жөн сұраса биден сұрар, күйің кетсе ат өліп күймен сынар. Халқының мазасын қашыруда бұл күнде Путин дейтін жиренші бар.
Майданның кесірінен шекара асып, жол таппай қалды бүгін үйден шығар. Украинмен соғысқан көк көздерге әлем жұрты қабағын түйген шығар. Бір кезде бабамызды қырып еді, өз отына өздері күйген шығар. Ай, бір тисе Құдай атқан орыстарға тоқалардың кепеті тиген шығар. Деселі биік болып бетегеден жөн болар төбелесте төпелеген. Күйеуіңді қорғаштап отырсын ғой, көз жұмып оған қалай өте берем. Қыз деген төркініне жалғыз келмес, жарымен бірге жүрер некелеген. Жарың сенің баяғы полиция ғой, заң күшін өз басына жекелеген. Отарынан бөлініп қалса дағы текелігін қоймайдау теке деген. Отан үшін қызметте жүрдейсің бе, сылтау деп құрамы, сылтауға құрасаңшы бөтен өлем. Халыққа пайызбенен ақша берер, асалмай қалған жоқ па мекемеден. Күйеу болса жүрмейме мен сияқты, қайын жұртқа еңбекті ете берем. Ай, қалың жұртқа қарызын өтей алмас, қайын жұртқа парызын өтемеген. Ай, тайғаннан сақта Құдай тойып тұрып, кетейік тыңдарманға ойып тұрып. Атақты депутаттың бірі өтіп, айналасын жүретін жойып тұрып. Білесің, Жайсаңбайдың жолын ашар, қарасаң құмарасы ойып құдық. Жұлдыздан сол шаруаны шешпейсің бе, мәселені әкімге қойып тұрып. Ойдым жолдарды жөндетсеңші, төбесін мықтылардың ойып тұрып. Жолдардың Жайсаңбайдың сөз қылдың ба, мен болсам басқа шалау жол көремін. Асфальт салу тоқаға не тұрады, депутат қыз атағын қайтсын олар, онысын тектілікке теңгеремін. Жай ғана сол жолдарды қалдырыпты, әйтпесе үлкен күш қой ел дегенің. Тарихтың таңбасындай қалдырыпты, көрсетіп өр рухының өлмегенін. Жас ұрпақ біліп жүрсін дегені ғой, жас ұрпақ біліп жүрсін дегені ғой, азат күн оңай жолмен келмегенін. Ақындар жайған кезде ақ қанатын, өлең жауған өлкеге бақ қонатын. Қазақта адай деген өр халық бар, бекеттеп жауға шауып аттанатын. Танысаң адаймын деп айтқан кезде, үкімет әр сөзіне сақ болатын. Түрікпеннің төрін алған соладайлар толғатып Марат сынды тапқан ақын. Бұл болса осыр қызға күйеумін деп бір қылық шығарыпты шаттанатын. Сен сияқты адайды алғаш көрдім, қайын жұрттың атымен мақтанатын. Жайсаңбай береді ғой бетегеді, талай сыр тарихына жетеледі. Ресейдің жарлығына қарсы шыққан сарбаздар рухыңды көтереді. Қолдан аштық жасаған сол орыстың бәрібір шылқымады шекелері. Сатаев пен Сатыбалдин бастап қолды, азаттық жолын аңсап төпеледі.
Айтылмаған ақиқат тарихтағы халықтың көз жасымен өтеледі. Тоқаларым топ-топ боп шықпағанда қазағым тоз-тоз болып кетер еді. Көңіліңнің қаз қонғандай, құлашың қайын жұртта жазғанғандай, тегін келген жоқсың деп тиістің бе? Баратауым өкпен барма назданғандай. Қыз бала төркіннен бос қайтушы мед, пешенесін көреді жазған маңдай. Теңге жайлы бастаған әңгімені, сенің де жағдайың жоқ мәз болғандай. Ырғыздан жүлде алам деп жетіп кепсің, бір қызын ап кеткенің аз болғандай. Төрінде құттарған Жайсаңбайдың мен қалай бәйтеректей жайқалмаймын. Шөмекеймін деп отырсам, егерде күйеуімін деп, күйеусің деп маған берсе, ешкімнің мен қолында қайтармаймын. Ағайын болса бүгін шапшы деген, құйылып көмейімнен ақсын өлең. Сен мені қайыншыл деп кінәлама, шықсам болды ер көткен басты дөден. Нағашы жұрт қайын жұртым, жаныма жалау болған жақсы дерем. Өйткені мен қазақтың баласымын, қажет болса қорықпай басты берем. Үш жүзімді мен қалай жақсы көрсем, үш жұртымды дәл солай жақсы көрем. Ағылуда жыртақпағың, жөн болса алма жұрт алдында бұл тартқаның. Ғарифолда Саят пен Нұрболаттар, Сәметтен алмай қалған тұрпаттарың. Байлардың байы болған Орынбай бар, жұртынан аямайтын жылқаттарын. Орекен мен өзіңе тілейтінім, тағдырдың көрмей ешбір ұртоқпағын. Тоқадай бір ұлылды елге айналсын, үш жөңгейден тараған ұрпақтарың. Айттың ау әңгімеңді миың жеткен, сарғайып сарқылмасын пейіл көктем. Осымен тоқталатын уақыт болдау, жөн болмас жұрт болдаса кейін кеткен. Ағайын мен өзіңе тілейтінім, байлығын қайт оралсын қиыр кеткен. Жұлдызжан мен өзіңе тілейтінім, ажырамай жүр жүтіп дүйім көктен. Қадіріміз барында қозғалайық, айтысты аяқтайын түйіндеп мен. Жандардың не болғанын білесің ғой, қасқа боп қадірінен кейін кеткен. Әзілдеп қана айтам ғой, әйтпесе әппақ мәкемсің. Жол соқты болып келгенде, күйеулік міндет өтелсін. Бұйырса менің елімнен бір бәйгеңді алып кетерсің. Өмірде жары бұрып, жұбы бір қыздың, өнерде жұбы жұлдыздың. Сен аман болшы құрдасым, көңіліңді Құдай көтерсін. Құдайдың түскен назары, құдірет барау бұл маңда. Жақсы жайсаңның барлығы шөмекейлерден туған ба. Атағың әлі асады, Орынбайдайын ұл барда. Тоқаның аты өлмейді, тоқаның аты өрлейді. Олтын сүйетін сіздердей ұрпағы аман тұрғанда. Сайт жасағандар үшін
Bismillah деп сөздің басын, қазағым қай кезде де азаймасын. Мен тоқа дүйсем батар, ағайын қабыл болсын берген асын. Халқымыз бабамызға сеніп келген, жауларды мықты болып жарып берген. Осындай сайсалалы жерімізді бабамыз қосамет алып берген. Кешегі кеңес тұсай кезеңінде не сойқан болған екен өз елімде. Ашықтық, ақылдықтай, асылдықтай, өкініш әлі күнге өзегімде. Болып талай сойқан ел ішінде, бұл күнге өте ауыр мен ішінде. Құдай жоқ деді қызыл бас кесерлер, қол солған дүйсен батам мешітінде. Десе де құламады ай Құдай қолдап, жатқан соң тебіреніп өлі әруақ. Ұлдары көтерілді тоқатаңның, қан қайнап кеудесінде жүрек тулап. Недеген сұмдық еді сол қаталдық, түтінге ай шапқан тоқай деп атанды. Наразы болған солақай саясаттай, тоқаларды көрсет алмадан үлкені төрт шөмекей тоқалдары көндікпей озбырлыққа жатып алды. Өлсе де өлместей боп тарихта тоқалар көтерілісі боп аты қалды. Бабалар ізі жатыр тұлпарының, мен дағай тоқадамның ұрпағының. Орынбай жол мұратып аты жөнім, еңбекпен бақ тапқан құлдарыңның. Мен қалған бір атадан жетім едім, еңбекпен ер азамат жетілетін. Еленіп текке кетпей кеткен еңбек, бағалап отыр қазір өкіметін. Еңбек етте міндет ет қалқам жастар, еңбек қана сендер далғау алға бастар. Сай болыңдар тоқа ұлы деген атқа, риза болың кешегі әруақтар. Бармын деп бағланмын деп не қылайын, қолдап жүр әруақтар бір құдайын. Рухына басайын бабалардың, жолына әруақтар қай барымдайын. Алдыңда ағайындар жыр-жырлаймын, халқымды әрқашан бойы сағынамын. Бүгін міне 2022 жылдың қыркүйектің 23-24 деп белгілегенбіз. Міне алла сәтін салып, бүгін сол астың куәсі болып жатырмыз. Жақсы деңгейде өтіп жатыр деп есептейміз. Жан-жақтан, алыстан ағайындарымыз келіп, танысып, білісіп, болашақ осы өсіп келе жатқан жастарға тәрбие ретінде, ағайындар бір-бірімен танысу ретінде, ата салтты дәріптеу ретінде жасалып жатқан ас деп ойлаймыз. Ойлар аз болмай тірі байымас деген атам қазақта жақсы сөз бар. Тек осындай жақсылықта еліміз аман, жұртымыз тыныш болып кездесуге нәсіп етсін. Қызмет жасап, алыстан келіп жатқан ағайындарға көп-көп рахмет. Шабандоздарымызға, палуандарымызға, Қазақстанның барысы, Еламан бауырымыз келіп жатыр. Өзіміздің кіші жүздің батыры Нұрым келіп жатыр. Мақсат бауырымыз келем деді, ол жолда шаруаларымен кейін қарай қайтты. Дегенмен ас жақсы деңгейде өтіп жатыр. Ат бәйгесіне, аламанға келген ат спортшыларына, қазақи ат спортын ғұрыптап дәріптеп жүрген ағаларымызға көп-көп рахмет. Басы Алматыдан, мына жағы Қарағандыдан, Қостанайдан, өзіміздің Ақтөбеден, Қызылордадан келіп жатқан ағайындарға көп-көп рахмет атсалысып. Алыстың жердің шалғайлығына қарамай, осы асымызды көтеріп қолпаштап келген ағайындарымызға рахмет. Кедей ата ұрпақтары осы асқа сауын айтып келді. Тағы да ағайындарымыз бар.
Көп рахмет. Алла тек жақсылықтар жасауға нәсіп етсін. Ата-баба салтымен осы аста айтысты да ұйымдастырған болғанбыз. Жұлдыз Қожабекова қарындасымыз айтысты қолына алып ұйымдастырды. Жалпы Жұлдыз Қожабекова қарындасымызға көп алғысымызды айтамыз. Бір топ ақындарымен келіп, біздің шашпауымызды көтеріп, ата-бабаларымыздың сүйегін бір жаңғыртып, бір аунап түскен шығар. Жеткізіп, халыққа түсіндіріп, ашып айтты. Айтыстың жүлде қоры бірінші орынға 500 мың, одан кейінгі екінші орынға 300 мың, одан кейінгі 250 мың, 150 мың үшінші орын. Көп рахмет, ақындарымызға мыңда бір алғыс. Аймақ Тұрсын Көпбелік Нұрбек Құрымтай ауданы, Жолдыбаев Айбек Айтекеби ауданы, Көпбеліктегі пайлуан Ерғалиев Еламан. Жартылай жеңіс Көпбеліктегі пайлуанға. Жартылай жеңіс Көпбеліктегі пайлуанға. Және де ортамызға Қазақстан Республикасын таза жеңіс, тоқтатыңыз. Жартылай жеңіс Жамбас пайы Көкбеліктегі пайлуанға. Әдіс нәтижесіз. Әдіс нәтижесіз. Қызылбеліктегі палуанның салмағы 120 келі. Таза жеңіс, тоқтатыңыз. Шымет көрсете орып бердіңіздер. Палуандарымызға қошымет тұрып. Жартылай жеңіс Көкбеліктегі пайлуанға. Тоқтат. Қызылдана Сағитбек Аслан, Қостанай облысы. Және де ортамызға Қазақстан Республикасын қошеметтеріңіз пайлуандарға. Жеңіске Еламан Ерғалиев жетіп, бүгінгі Тоқай көтеріс салғындырмауыра түйе пайлуан сайысының жеңімпаз атанды. Жайсаңдары қошеметтеріңіз. Пайлуандарымызды құттықтаймыз. Мен Жақсымбетов Арифолла. Мынау 1930 жылғы ұлт азаттық көтерілісіне қатысып, ел азаматтары сол кезде жазықсыз жапа шеккен. Соларды мына кейінгі ұрпақтар еске алып, 1930 жылғы көтеріліске 2020-да ас беріп, ұрпақтары жиналғанбыз. Белгілі бір себептерменен кейінге қалып, 22 жылы 23-24 сентябрь айына келтіріп беріп жатырмыз. Жан-жақтан ағайындар жиналып,
бүткіл мынау жиналған ағайындарға, сол аталарымыздың ұрпақтарына барлығына рахметімді айтамын. Бүгінгі міне Ақтөбе облысы Ырғыз ауданы Жайсаңбай ауылында 2 күнге созылған іс-шарамыз өз мәресіне жетті. Бұл шара негізінен Ырғыз көтерілісінің 90 жылдығына арналған болатын. Іс-шара барысында ақындар айтысы, аламан және тоқбайге, түйіп алуан, сонымен қатар гір көтеру, қой көтеру және қол күресінде спорттық шаралар өткізілген болатын. Жалпы іс-шараға 25 киіз үй тігілді. Оның барлығы осы Шөмекей руының Тоқа аталығынан болатын. Жалпы шараға шамамен 1000 адамдай қамтылды. Бұл шараның барлық демеушілері жаңа атап өткенімдей Шөмекей руының Тоқа аталығынан. Бастайым бісміллә деп сөздің басын, қазағым қай кезде де азаймасын. Мен Тоқа дейсем батым рухына, ағайым қабыл болсын берген асын. Екінші орын жүлдегеріне 200 миллион теңгенің сертификаты тапсырылады. Жауларды мықты болып жарып берген. Құтты болсын және қошемет көрсетейік, құтты болсын. Мынау біздің 90 жыл дейді ғой, 100 жылдық тоқалардың асы. Бәріңізге де рахмет, өте тамаша болған сияқты. Ренжіген, аш болған қалыпты көрмедім. Енді мынау айтысқа айтарым, көп арпада бір бидай, біздің бір қызымыз айтысқа қатысқан екен. Соған өз атынан бір жылға. Сосын да екінші орында біз әрқашан күйеуді сыйлаған қалыппыз. Ана Марат деген інім, сосын сырттан, алыстан келген, Қытайдан келген бауырымызға өзіміздің қорымыздан 100 мыңнан тағы сыйлық айтамын. Бәріңізге де рахмет. Мынау той тарайтын уақытқа келді. 2 жыл қиындық көрдік. Мынау ауру болды, қиындық болды ағайын. Бірақ бір қолды тастап кететін уақыттарда болды шаршағаннан. Енді оңай болған жоқ, білесіздер ғой. Дух кетіп қалғаннан кейін, шаруа жүрмегеннен кейін түрткілеу де басталады. Бірақ рахмет, ағайынның бәрі жиналып, бәрі осы жүкті бірі көтерді. Бәрі көмектесті, бәріңе де рахмет. Айтысқа барсам, ақын боп ажарын топтың кіргіздім. Депутат болсам, билікке халықтың жайын білгіздім. Ал бүгін міне бетке алдым Жайсаңбайын Ырғыздың. Жүрмейтін жері жоқ екен демеңіздерші бұл қыздың. Қаптаған еркек ішінде қаймықпай жүрген бір қызбын. Асқақтай берсін атағың, тойы көп болып Тоқаның. Қыз тілекші дейді ғой, тілегі осы жұлдыздың. Құрметті айтысқа қатысушылар, бәріңізге сәттілік. Көп-көп рахмет. Жолдың алыстығына қарамай жұлдыз қарындасы бізбен сөйлесіп, осы ақындарды бастап келгеніңізге көп-көп рахмет. Негізі басында 6 ақын қатысатын болған. Одан ағаларымыз қолға салғаннан кейін ақындар санын көбейттік. Осы Қарабаевтар әулетінің атынан 2 ырғыздық бауырларымызға 100 мыңнан өзім атымыздан берген болатынбыз. Ешқандай не қатыссын, 8 адам 8 жүк болсын. Басында келіскенде 6 адам, одан кейін 2 адам қостық. Рахмет, Алла разы болсын. Жолдарыңыз болсын. Бұл қол күрес спортының жүлдегерлері құтты болсын. Сонымен қатар екінші орын иегері Бұқарбаев Нұрсұлтан, Әйтеке би ауданы. Бұл азаматтардың барлығына ақшалай сыйлық 20 мың, 30 мың және 50 мың теңге көлемінде осы 3 жүлдегерге алдағы уақытта жетістіктеріңіз мол болсын. Енді келесі гір көтеру сайысының марапаттарын тапсыру үшін марат тапсырылуда. Сонымен қатар екінші орын иегері Сағынай Едіге және бірінші орын иегері Шымболат Қайратұлы Ырғыз. Қой көтеру екі бастан енді онда қандай марапат алған, жүлде алған өздеріңіз білесіздер. Қой көтеруден жүлдені тапсырып жатқан Қалиев Сейдолла ағамыз, Алматы қаласы. 3-ші орын. Және 3-ші орынға 300 мың теңге ақшалай сыйлық. Құтты болсын. Сәнім Кереев.
және жүлде 500 мың теңге. Құтты болсын. Сонымен қатар осы түйе палуан атағын жеңіп алған Еламан Ерғалиев 1 миллион теңге тапсырылады. Құтты болсын. Ассалаумағалейкум жиналған қауым. Мынау Еламанов Ерғали бауырымызға Шөмекей Тоқа атанынан өркенің өссін дөйт ұранымызбен жастардың атынан сыйлықты арнағым келіп тұр. 100 мың теңге. Ал құрметті қауым, менің оған подарок бермей тұра алмаймын. Менің атымнан 1 жылқы. Ой, бәрекелді. Еламан бауырымыз оңтүстіктен туып келіп, аға өзіңіз тәрбиелеген шәкірттеріңіз осы бөлінбейміз ғой жалпы. Тоқа ағаларымыздың атынан қалма. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатух. Құрметті ағайын, тойшы қауым. Тойларымыз құтты болсын, ұзағынан болсын. Мына бауырымның жеңісі құтты болсын. Бұл менің әкем армандап еді осы тойға келем деп. Есімі Тұрабай деген кісі, Шертпет Тоқа. Енді Алланың тағдырында жазылған екен. Ол кісі қайтты. Сол Алла разылығы үшін сол кісінің атынан 12 жыл осы спорт туризм облыстық Қызылорда облыстық спорт және туризм басқармасын басқарған, талай әлем чемпиондарын дайындаған Қазақстанның еңбек сіңірген жаттықтырушысы Шөмекей ағамыз. Осы ағамызға осы ауданымыздың белгілі кәсіпкері, осы Жайсанбай ауылының тұрғыны Ағаділ шаруа қожалығының төрағасы Өрекешев Арман Лайығұлының атынан 1 жылқы деп жатырмыз ағайын. Құтты болсын бәрі. Бұл тойды болғанынан болатысы қызық дейді. Осы Нұрбат бауырым былтырдан бері Орынбай ағамыз бар, айтып осы спорт шарасын өткізіп бер Жанболат деп. Енді сол осы өзімізді Шөмекейміз, Бозғылымыз, Шұлдармын мен оғым. Енді осы асқа үлесімізді қосайық деп, осы 15 күндей болды. Сол осы несімен жүргенімізге Нұрбат бауырым көп рахмет. Біраз нәрсені енді қалай жерде елді көріп жүрміз. Сосын осы астын несіне үлесімізді қосайық деп қасында болып Нұрбат бауырымыздың енді жақсы өтті деп ойлаймын. Өзім енді мынау келген палуандарымыз бар, ақындарымыз бар, жүлделеріңіз құтты болсын. Осылай Шөмекей дөйт ұранында бірыңғай осындай той болсын. Отбасыларыңыз аман, дендеріңіз сау болсын. Енді өзімнің атымнан шағын сыйлығым бар, соны рұқсат етіңіздер беріп жіберейін. Жаңа алғыс хатымыз келе жатыр еді. Тәуіпте жаңа машина сынып қалған, сол себептен енді ертең беріп жіберемін. Мына жерде өзім қазақ күресінің аға жаттықтырушым Ақтөбе облысының Орынбай ағамызға осындай қазақ күресінің бренд футболкамыз бар, соны табыс етіңіз. Қазақ барысы. Бақберген ағамыз бар, ортаға келсе. Жанназар Бақберген ағамыз қайда кейін? Азаматтарымыз көп болсын. Нұрбат бауырымызға болсын. Автокөлік құтты болсын. Алар белестеріңіз биік көп болсын.
осындай шөмекейдің азаматтары тек биіктен көруіне тілекшіміз. Сонымен қатар бізде енді мына күрес, басқа да жарыстардың төрешілері осы 5 азамат төреші болған екен. Сол азаматтарды сонымен қатар мына Аламан бәйге, Тоқ бәйгелерді соған төрешілік жасаған 3 төреші бар екен. Осы азаматтарды ортаға шақырамыз. Жаңа бүгінгі жасаған еңбектеріңіз үшін ақшалай марапат қазір. Кім? Ғарифолла ортаға шығып, мына төрешілердің марапатын тапсырып жіберсеңіз. Бүгінгі астың осы ата-бабамыздың рухына Құран бағыштаған, хатым Құран жасаған Мұхаммед Амин Низамеддинұлы інімізге осы бүгінгі асқа арнаған, Құран бағыштаған үшін арнаған Қазыбаев Бақытбек Райысұлы інім бір жылқы атап отыр. Алла қабыл етсін, ата-бабаларымыздың басына шығарған жылқы ғой. Алла қабыл етсін. Бақытбек інім, қаяқтасын, бақа. Саған рахмет. Алла осы ата-бабаның рухына арнаған, осы бүгінгі бағыштаған малың тек қана осы ата-бабаның рухына, халқына, елімізге бақ береке дәулет әкелсін. Рахмет айналайын. Отың басына береке берсін. Елімізде бейбітшілік болсын. Рахмет барлығыңызға.